Хакан Менгуц «Жолға шық, жол саған көрінеді» кітабынан 8-ші ереже. Әр оқиғаны қайырлы деп біл, әр жолаушыны қыдыр деп біл, әр түнді қадір түні деп біл. Егер сіз сопылық философиясын бір сөзбен түйінде десеңіз, мен осыны айтар едім деп ойлаймын. Осы сөздегі даналықты бойына сіңіре білген адам дүниеде тыныштық, тепе-теңдік табады. Әр жолға мұқият қойылған терең философияны бірінен соң бірін түсіндіріп өткім келеді. Әрбір оқиғаны қайырлысы деп біл. Сіз жаман деп сипаттайтын әрбір тәжірибе толығымен пайдалы. Сол сәтте түсіну, көру және бағыттау керек нәрсе бар. Өйткені сіздің ілгерілеуіңіз, дамуыңыз, өсіп жетілуіңіз соған байланысты. Расында, сіз алған бақыттан гөрі осы уақытқа дейін көрген азапты жақсы көресіз. Осы азаптардың арқасында бүгінгі күнге жеттіңіз. Көбіміз қатты ренжіп, қалаған нәрсеміз орындалмады деп шағымданамыз. Бірақ кейін қанша рет бәрекелді, олай болмағаны дұрыс болыпты, бізді Құдай сақтапты демедік пе? Осындайда тағы Мәуланаға ораламыз. Бірдеңені қаласаң, бірін ізде, жоқ болса, мыңын ізде. Тынбай еңбек еткен дұғаларыңыз орындалса, әрине, онда жақсылық бар. Ең бастысы, сіз өз күш-жігеріңіздің жемісін көрудің қанағатын және бақытын сезінесіз. Әйтпесе, сол жұмыста көруге лайық емес сансыз апаттар бар екенін және барлық күш-жігерің үшін жаратушы сізді олардан қорғағанын біліңіз. Әрбір келетін адамды қыдыр деп біл. Қыдыр деген кім? Пайғамбарымыз Құранда айтқан Мұса қиссасындағы қамқоршы адам емес пе? Ол ақылмен танылмайтын рухани білімі бар адам. Хазіреті Мұса да өзіне тән рухани ғылымдарды одан алып үйренгісі келген. Ендеше, Қыдырды несімен ерекше етеді? Неліктен тіпті пайғамбар да одан сабақ алғысы келді деп ойлайсыз? Сенім бойынша Қыдырдың мәңгілік өмірі бар және оның мәңгілік өмірінің оқиғасы былайша баяндалады. Бір күні ол кәдімгідей Алланы зікір етіп жатқанда, өлім періштесі Әзірейіл келіп Қыдырдың жанын алады. Қыдыр жағдайды түсінген соң қатты жылай бастайды. Алланың досы өлім алдында сабырлы болуын күткен Әзірейіл, не деген уайым, неткен асылық уа Қыдыр, дейді. Қандай мейірімдісің, бұл не деген көз жас, өлімнен қорқасың ба, әлде дүниеден кетемін деп мұңаясың ба? Жоқ, дейді Қыдыр, менің жалғыз қорқатыным, өлсем, Алланы аз да болса еске ала алмай қаламын, әлемнен кетсем, бұл қайталанбас ләззаттан құр қалармын, дегенмен қиямет күніне дейін Алланы еске алуды қалаймын. Сонда жаратушы, ей Әзірейіл, Қыдырдың жанын алма, ол аман болсын, өйткені ол өзі үшін емес, мен үшін өмір сүргісі келеді, мені көбірек есте сақтағысы келеді, мені жер бетінде қияметке дейін еске алсын. Осылайша Қыдыр жер бетінде мәңгі өмір сүруге лайық жалғыз жанға айналады. Әртүрлі мәдениеттерде айтылатын хикаяларда Қыдыр қиыншылыққа ұшыраған адамдарға қарасып тұрады, оларға көмектеседі. Қыдыр болсын жолдасың, Қыдыр қонсын, Қыдыр дарысын деген тілектер, 40-тың бірі Қыдыр деген сөз тіркесі де осы аңыздардан, сол сенімнен енген. Алайда Қыдыр көбінесе мұқтаждардың алдына ең күтпеген жолмен, ең күтпеген бейнеде шығады. Сондықтан да адамдар қияметке дейін жер бетінде өмір сүретін адамды ешқашан тани алмайды. Көбіміз жол сілтейтін адамды ақ сақалды аталар деп елестетеміз ғой. Атамыз келіп ілімімен өміріміздің бағытын өзгертсін, бізге шабыт берсін, күш-қуат берсін, жолымызды ашсын деген сияқты. Мысалы, кішкентай баладан мұндай жетістікке жетуді ешкім күтпейді, немесе қоқыс жинаушы, қайыршы, жынды тағы да басқа. Біздің көзіміз әрқашан ақ сақалды аталарда, профессорларда, ұлы ұстаздарда, дәруіштерде, философтарда және тағы да басқасында. Алайда Қыдыр адамдардың алдынан күтпеген жерден шығады. Ең күтпеген тәжірибелерде, ең күтпеген кездесулерде сіз қажетті құралды кездестіресіз. Мәулана дәл осыны еске түсіреді. Кез келген адамды Қыдыр деп біл, дейді. Бұл кездесудің қашан және қалай болатынын елестете алмайсыз. Сондықтан кез келген адамға қамқор болыңыз, оның бетіне қараңыз, тыңдаңыз. Не жоғалттыңыз? Мүмкін бұл жолы сізге Қыдыр келген шығар. 40-тың бірі Қыдыр. Сопылар бұл тақырыпта Ибн Арабидің оқиғасы туралы айтады. Ибн Араби өмірін өзгертетін дана адамды іздейді.
Ол сондай дана болуы керек, оның өмірі әп-сәтте өзгеретіндей сөз айту керек екен. Өмірін өзгертетін адам ғұлама немесе әулие болады деп ойлаған. Сол себепті жылдар бойы құнды ұстаздарды табуға күш салады, бірақ оның өмірін қарақшы өзгертіпті. Олар керуенмен бір жерден екінші жерге саяхаттаған. Керуеннің жол ережесі бойынша олар түйе жүкті ғана ала алатын. Керуен басы ең қымбат дүниелеріңді ғана алыңдар, депті. Ибн Араби де ойланып, қозғалып, ең құнды дүниесі кітаптары деп шешіп, өзімен бірге ала кетеді. Олар жолда келе жатқанда бір күні қарақшылар жолды жауып тастайды. Әркімнің бағалы заттарын бірінен соң бірін жинай бастайды. Осы кезде қарақшылардың басы Ибн Арабиге жақындап, «Қызық, түйеңе не тиелген?» деп сұрайды. «Менің кітаптарым», деп жауап берді Ибн әл-Араби. «Неге өзіңнен басқа ештеңе алмадың?» деп сұрады бұзақы. «Себебі менің ең қымбат дүниелерім кітаптарым». Жауап ретінде қарақшы Ибн Арабиге, сосын түйеге қарады. «Мына кітаптарды жинап, өртеп жібер», деп жолдастарына бұйырды. Ибн Араби уайымдап қатты күйзеледі. Ол бұған жол бергісі келмей қарсылық білдіреді. Бірақ қарақшы бұрылып, «Егер бұл кітаптар сен үшін құнды болса, олар түйеде емес, басыңда болар еді», депті. Ибн әл-Араби өмірінің ең маңызды сабағын сонда алғанын айтады. Яғни, бір әулиенің өмірін өзгертуін күтіп жүрген адамға өмір бойы ұмытпайтын сабақты қарақшы берген. Кездейсоқ жолымызды тосып жатқан ешкім жоқ. Оның қоржынында біздің өмірімізді өзгертетін сабағы бар. Бұл қашан болатынын болжай алмаймыз. Өйткені өмір бұл жауға болмайтын процесс. Әр түнді құрметтеңіз. Қадір түні ислам діні қасиетті деп санайтын түндердің бірі. Себебі сол түнде Хазіреті Мұхаммедке Құран түсірілді. Жалпы Рамазан айының 27-ші түні деп қабылданып, 1000 айдан қайырлы деп сипатталады. Қадір түнінде жаратушы Хазіреті Мұхаммедке алғашқы уахи жіберді. Мәуленаның бұл ерекше түнге сілтеме жасауының себебі ол шын мәнінде әр түннің иләһи тәртіппен байланыста және ағымда екенін еске салғысы келеді. Әр түн қасиетті, себебі жаратушы әр түні, әр сәтте сенімен сөйлеседі. Ол сені естиді, көреді, біледі және кез келген сәтте жүрегіңе бірдеңе сыбырлайды. Сіз оның сыбырын ести аласыз ба? Басыңыздан өткен оқиғаға мұқият мән беріңіз. Кездескен әр жанды бағалаңыз және әр түнді қасиетті қадір түніндей көріңіз. Ғаламның әрқашан сіздің жаныңызда болғанын көресіз. Ол сізді ешқашан ренжітпеген, теріс айналмаған, жазалаған да емес. Тек сіздің түсінуіңізді, көруіңізді, естуіңізді күткен.